Түркістан облысында заңсыз жұмыс жасаған қайырымдылық мекемелері жабылды. Түркістан облысының прокуратурасы тарапынан заңсыз жұмыс атқарған 10 қайырымдылық мекемелері Түркістан, Тұран, Ажар, Яссы, Кентау, Көлкент, Оңғарбек ата, Ханым ана, Сарағаш, Атакент тексеріс жүргізіп, бірқатар заң бұзушылықтарды анықтады. Осы ретте, тексеру барысында қайырымдылық мекемелердің Түркістан облысы және Шымкент қаласынан баласына жатақхана іздеп келген ата-аналарды алдап, балаларға жат ағымды үгіттеу арқылы заңсыз миссионерлік қызметпен айналысқандары белгілі болды. Бұған дәлел ретінде тексеру кезінде анықталған Қазақстан мұсылмандары діни басқармасымен тыйым салынған діни әдебиеттер мен жазбалар. Сондай-ақ қайырымдылық мекемелерінде санитарлық, өрт қауіпсіздігі және еңбек нормаларының бұзылғаны белгілі болған. Ұйымдардың қажетті санитарлық рұқсатнамалары болмаған, балалардың білім алу және медициналық көмек алу құқықтары қамтамасыз етілмеген деп хабарлайды ведомство өкілдері. Нәтижесінде, Түркістан облысы прокуратурасының талабымен мамандырылған экономикалық сот жоғарыда аталған қайырымдылық мекемелерінің қызметін тоқтату бойынша қаулы шығарды.